Сәлем оқырман. Бүгін кішігірім шок жағдай болды. Ер жігіт болса, еңлікке үміткер болып келді. Сіздерде таң қалдыңыз ба? Ойыңызды жаза кетіңіз. Еңлік болса бірден күдікпен қараған болатын. Сол бір сұрағы Мадинаға қатысты болды. Сіз деді ер жігітке, әдейі істеп келіп тұрған сияқтысыз. Мадинаны қызғандыру үшін осындай шешімге келдіңіз бе? Ер жігіт болса оны жоққа шығарды. Мен ол кітапты жаптым дегенге келтірді. Еңлікке шын ниетпен келгенін айтты. Ер жігіт болса көптен бері бақылап жүрген болған ба, соған қарағанда. Айбекке деген бір әңгімесін есіне түсірген болатын. Сол кезде ер жігіттің сұрағы сен өзіңнің қарындасында берер ме едің бе деген екен. Айбек болса ол әңгіме қайдан шыққанын айтқан болатын. Мұнда келетін үміткерлердің бір былықтары шыға бергеннен деді. Сондағы жауабым, ереке сен ақыл тоқтатқан жігітсің. Еңліктің қалауы сенде болса, мен қарсы емеспін. Таңдауына ешқашан қарсы болмағанмын. Бекерден бер сұрамағанда шығар. Бірақ сол кезде олай болады деп ойламадым деген болатын. Ер жігіт болса қайын аға маған сен, бәрі жақсы болады деді. Және де ер жігіт Мадинаны да қозғай кеткен болатын. Менде оған деген сезім өшті нақты. Біз жақсы нүктеде тоқтадық. Бір-бірімізді жіберіп, бір-бірімізге бақыт тілеп қалған адамбыз. Ол әңгіме қайта қозғала бермей ақ қойсық деген болатын. Мадина болса бір ашуын білдірген болатын. Ер жігіт болса Мадинаның пікірін бетіне қарамай тыңдайды екен. Неге сыйластық көрсетпейді деп ренжіді Мадина. Жалпы екеуі қайта қосылуы мүмкін бе? Қалай ойлайсыздар? Еңлік таныстыққа қарсылығын білдірмеді. Ер жігітпен таныстықтары жалғасты. Ал көрерменнің пікірін оқып көрейін. Ер жігіт балам, елікке келгеніне өте қуаныштымын. Теңінді енді таптың, еңлік жақсы қыз. Енді айырылмашы мен қосылайықты үзбей көретін апалармын. Мына қатысушылардың негатив сөзі болса ермендер. Ер жігіт балам, бүгінгідей қуанбаспын. Бұлардың арасында отыра бермей ертерек жұп болып үйленіп кетіндерші. Екеуінен өтініш мен сияқты қуанғандар бар ма екен? Ер жігіт жарайсын жақсы жігіт. Мадина жүре берсін сендей азаматты бағаламаған. Еңлік екеуін жарасасындар. Ер жігіт еңлікке мисс қосылайық үшін әдейі келіп отыр. Сценарий бәрі. Мисс таусылған соң ортамызда ештеңе шықпады деп қоя салады. Дейді оқырмандар.